Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте жұмсақ болып шығатын кішкентай ғана күлше нандар жасап көрсететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, және де видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз, және де үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз. Міндетті түрде ашытқыңыздың мерзімі өтіп кетпеген болуы қажет, яғни балғын түрін қолданыңыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне бір ас қасықтай тұзымызды қосамыз, және де қантымызды қосып, жақсылап тағы да бір рет араластырып аламыз. Міндетті түрде қоспаларыңыз бөлме температурасында, яғни жылы болуы қажет. Ең соңында осындай ас қасықпен 3 рет сұйық майымызды құйып шығамыз, және де венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін електен алдын ала ұнымызды өткізіп аламыз. Мен осылай алдын ала өткізіп алдым. Енді жартысын салып, қолыңыздың көмегімен ең бірінші ұнымызбен осы қоспамызды араластырып аламыз. Барлық ұнымызды салып, енді кезекте қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Ыдыстағы барлық қамырларды алып, осылай иін қанғанша 5-10 минутта илейтін боламыз. Жақсылап илеп болғаннан кейін қамырыңыз осындай әдемі әлі жұмсақ болып шығады. Сіздерге бір лайфхак болсын. Міндетті түрде қамыр илейтін кезде осылай қамырдың ең үстін майлап, осылай сыртын видеодағыдай майлаңыздар. Сол кезде сіздің қамырыңыз өте әдемі әрі тығыз болып көтерілетін болады. Міндетті түрде бетіне осындай целлофан немесе пищевой пленкамызды жауып, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдыратын боламыз. Менде шамамен 1,5 сағаттай уақыт өтті. Қараңыздар, осындай целлофанымызға жабыспайтын, қолыңызға жабыспайтын өте керемет қамыр шығады. Осылай әдемі болып екі есе көтерілуі қажет. Қамырыңызды столыңызға түсіріп, дәл осы видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөлетін боламыз. Дәл қазір мен 4 күлше нан жасайтын боламын. Егер сізге одан да көп қажет болса, рецебін 2 есе көбейтсеңіз болғаны. Әрбір қамырыңызды видеода көріп тұрғандай қолыңызбен дөңгелек жасайтын боламыз. Қамырыңыз қолыңызға жабыспауы қажет, яғни сондай бір жұмсақ, өте иілгіш қамыр шығуы керек. 4-еуін айналдырып болғаннан кейін дәл осы видеодағыдай 2 саусақтың көмегімен кішкентай формаларын жасайтын боламыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына менің каналымда бар үй жағдайында нан пісіру рецепттерін ссылкасын қалдыратын боламын. Дәл осы видеоның астынан қарай аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жасап шығамыз. Міндетті түрде 2 саусақтың көмегімен айналдырып, жиектерін осылай ысырып, жиектері осылай топ-томпақ болып дөңгелек болуы қажет. Жиектерін мүлде баспаймыз. Және де пергамент қағазды астына жайып, ешқандай да май жақпайсыздар. Бетіне осындай шүберегімізді жайып, жылы жерге 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін байқасаңыздар, біздің қамырларымыз тағы да кішкене көтеріледі. Қолыңызбен абайлап қана 2 саусақпен осылай әдемілеп ортасын тағы да ашып жіберіңіздер. Бұл жолы қатты баспайсыз, кішкене ғана қолыңызбен әдемілеп ашатын боламыз. Және де ортасын осылай арнайы тескішпен, немесе сіздерде егерде болмаса, осы вилканың көмегімен тесіп шықсаңыздар да болады. Ең соңында пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз, және де бір ғана жұмыртқаның сарысымен, тек қана осы жұмыртқаның сарысын ғана жағып шығамыз. Сол кезде нандарымыз сондай қызарып, әдемі болып шығатын болады. Ортасына кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің мини күлше нандарымыз пісті. Қараңыздар, қызарып, осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Үй жағдайында жасалатын өте қарапайым, өте әдемі нандардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздерге ас болсын.